Саламатсыздар ма? Бүгін мынадай мәселені талқылаймыз. Қазір медицина дамыған, тіпті жасанды интеллект диагноз қойып жатқан уақытта өмір сүріп жатырмыз. Бірақ дегенмен біз әлі де тамыр ұстайтын тәуіпке, емшіге, онлайн дем салатын адамға сенеміз. Адам неге химиотерапияны тоқтатып, емшінің сөзіне ерет, жыланның сорпасын қайнатып ішет, түрлі шөптерді қауіпсіз деп есептейді, ағзадағы шлактарды тазалайды. Жалпы осының бәрі медициналық шындық па, жоқ әлде бұл маркетинг пе? Осы мәселелердің ара-жігін ажырату үшін студиямызға Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының басқарма төрағасы Ерік Байжүнісовті шақырып отырмыз. Ерік Әбенұлы, сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Адам неге сол емшіге баруға біз ынтықпыз? Қандай күш ол сол жаққа қарай біз тартып тұратын? Медицинамыз бар, баяғы заман емес. Әр адам енді өзі туғаннан бері сиқырды жақсы көреді ғой. Ғажайып нәрселерді жақсы көреді. Сондай бір ертегісі болса екен деп сенеді. Адамыз енді қубас сенгеннен кейін әрине сондай бір емнің бір ерекше түрін қалайды ғой. Адам барғаннан кейін бір су ішсем, бір дәрі берсе, сиқыр мүлден жазылып кетсем деген елдің бір арманы сол. Соны көп адамдар пайдаланады ғой. Пайдаланып, соның әрекеттерін жасайды, соған адамдар сенім болғаннан кейін көбісі барып емделеді. Бұл әңгімеміздің бүгін өте қызықты, күрделі әңгіме. Сондықтан оның бәрін әлгі егжей-тегжейлерін түсіну үшін мен өзімнің тәжірибемнен бір тарих айтып берейін. Мен 90-шы жылдары жаңадан жас хирург жұмыс істеп жүрген кезде емханада қабылдау жүргізіп жатқам. Сол кезде бір үлкен кәрі кісі өзінің немересін алып келіп, сол кезде немересі бір 9-10 жастағы қыз екен. Қолына сүйел қаптап кеткен. Адамдар көп болады ғой. Ананы ем бармаған жері жоқ, жаңа өзіңіз айтқанда, ана дәрігерге барған, мына дәрігерге барған, соған ананы емдеген, былай емдеген, соны дерматологтар қараған. Соны енді әбден қыз бала болғаннан кейін енді қымсынады ғой, ұялады. Содан апасы келіп енді айтып жатыр, мынаны кесіп алып тасташы осының бәрін деп. Енді оны қарасаң 10 шақтысы қолына қаптап келген, оның бәріне жасап емдеу қиын. Сол кезде енді біз ол кезде енді оқитын халықпыз ғой, оқитын дәрігерміз. Сол кезде бір есімде бір монография түсті да, сондай психотерапияға берілетін науқастар туралы, аурулар туралы. Сол диагноздарды есіме соның ішінде сол сүйелдердің сол тізімде болған. Сол есіме сап етіп түсе қалды. Өйткені сана сүйелді емдеген кезде көбісі толық айға көрсетсең, сиырға жалатсаң кетеді деген көбісі кетіп қалады. Сондайлар тарихта көп. Содан ойландым да, бізде хлоретил деген дәрі болады. Бір қатты соққан кезде, қан ұйып қалған кезде, қазір спортта көріп жүр ғой, аяқ қайырылып қалған кезде келіп докторлар ашып пышылдатып жатады ғой. Сондай дәрі адамды ұрған жерін тез арада мұздатып жібереді де, бетіне қырау жауып тастайды да, суытып жібереді. Енді бізде сейфте тұратын дәрі қарапайым кәдімгі дәрі. Соны балып ашып, әлгі қыздың қолын жақсылап, ары бері соны тамыздым, жасаттым, содан кейін жақсылап бинт жасап. Бұл жерде әлгі сол жаңа айтылған монографияның есінде өзінің бір сол сол ену үшін, соған қабылдану үшін өзінің міндетті өзінің бір талаптары бар. Біріншіден сол визуалдық эффект керек. Сол бір қамшымен ұрып, айғайлап, немесе суды бүркіп, отты лақтырған деген сияқты адам көзінде бір қорқытатындай. Соған әлгі істеп қолын бинтпен жақсылап буып бергеннен міндетті түрде бірдеңке оқу керек қой, айту керек адамға, дұға сияқты. Адамды бірдеңкеге дайындау, бейімдеу керек. Содан әлгі кемпірге айттым, мына немереңіздің қолын суға тигізбеңіздер, бір тамшы су тигізбеңіз. 3 күннен кейін сағат 3-те осында алып келесіз, мен өзім шешемін. Сол кезде қайтады, бірақ 3 күн шыдаңыз деп. Сонда да не ғой әлгі зомбированный сияқты. Содан кетті, мен оны әрине өзімді ұмытып кеттім. 3 күннен кейін сол қабылдауда отырсам, есікті айқара ашып әлгі кәрі кісі немересін жетектетіп алып кетті. Енді амал жоқ, өзім бинтті шешіп жатып, ұялып тұрмын ішімнен. Өзім алдағанымды білем, сол егер қабылданбай қалса не істеймін, кешірім сұрайын ба деп әлгіні ойлап, ақырындап шешіп, былай айтсам деп ойлап шешсем, сіздерге өтірік маған сүйелдің бәрі жоқ, кетіп қапты. Апашқа рахметін айтып, алғысын жаудырып жатыр, қызымыз жылап жүреңгіреп рахметін айтып, мен болсам, мен өзім дәуле сезіп кетесің ғой сол кезде. Барып, олды, осымен бітті.
келіп тұрыңыз деп бәдір сала қалған сипап бердім, өзім мәзбін, қалай екен бізге тәжірибе деп. Бірақ ол әңгіме бұдан бітпейді. Содан кейін 3-4 күннен кейін қаланың үлкен кісілер бір-бірін естігенде, олар ана сол аурулардың бәрін маған алып келе бастады ғой, сіздерде бір сиқыр дәрі бар екен, соны маған бізге жағып беріңдер деп. Ол хлоротилді өзі шынымен көп берілмейтін дәрі болатын. Енді жоқ, енді біраз бітіп қалды, енді бір кейін болған кезде айтам ғой деп, олардың қашып құтылып жүрген ғой. Содан ауыл халық не істейді? Бәрі жиналып бас дәрігерге барған. Ана емханада тұрған хирургтардың бір сиқырлы дәрі бар, бәрі ешкімге бермейді. Қанша тұрады айтыңдар, біз сатып алайық деген. Оны естіген бас дәрігер мені шақырып алды. Сен есің дұрыс па, сен не істеп жүрсің, не дәрі сатып жүрсің? Оның уақиғаның жан-жағын айтып жатырмын, осылай психотерапия. Сен дерматолог емессің ғой, нең бар о жақта? Енді соны көрейін деп едім. Жастық қой енді. Көмектесті, сөйтіп десем, сен ондай болсаң, ана далаға шықта емші бол. Сен хирургсың деп бір жөнге келтірген болатын. Бұны айтып отырған себебім, бұл тәсілдің осы негізге бейімделген емдеу ұқсайтын осы бүкіл жаңа дәстүрлі медициналық емшілердің бәрінің көмегі осының айналасында бейімделген. Бәрі соған қалыптасқан. Сол адамға сенім беру, соған түрлі эффект жасау керек. Оның өзінде кейбір адамдар сондайға сезімтал болады, соған соларға кейде көмектеседі. Кейбірін көмектеспейді. Бірақ қанша дегенімен, адамның психологиясының, өзінің психосоматикасын дұрыстап, соған сендірсең, организмнің өзінде бір сол кейбір ауруларды жазатын мүмкіндіктері бар. Мүмкін дәрігерлерде қазір сондай қабілет керек шығар, дәрігерлерге. Протоколдың аясынан қатып қалмай. Өте дұрыс айттыңыз. Негізінде біздің замандағы Бехтерев деген біздің академиктің сөзі болған. Ана дәрігермен сөйлескеннен кейін ауруың азаймаса, сен сөйлескен адамың дәрігер емес деген. Дәрігер тек қана мысалы диагноз қойғаннан кейін аптекадан барып бір дәріні алып ішіп алып, осы емдеп жүре берсең, көмектеспейді. Сол дәріні не үшін беріп жатсың, ол қалай көмектеседі, соның бәрін сендіріп берген дәрінің оның әсері екесе көп болады. Сондықтан біздің қазіргі қоғамдағы бір жетіспеушілік осы диагностика мен емдеу тәсілдерін бір механикаға аударып жібердік. Оны компьютермен нетеміз, бүйтеміз деп. Адамгершілік емдейді. Адамға деген көзқарас, адамның мейірім емдейді. Ол анау ауруды дәрі жазбайды, дәрігер жазады ғой. Мәселе осы да. Сіздің практикаңызда болды ма солай емшіге барып ұзақ уақыт жоғалтып алған? Бұл жерде меніңше емшіге барудың ең үлкен бір қауіп ол уақыт жоғалтып алу сияқты пациент. Өте дұрыс айтасыз. Көп болды ғой ондай жағдай. Жарайды, жаңағы тері ауруын жаңа айтқан, сүйел дегендер енді ол бара беріңіздер. Ол экзема деген бар, дерматит деген бар, оның бәрін қазір көп адам үшін емшілер емдейді. Бірақ есі дұрыс дәрігер, тіпті дипломы бар болса да, мен ракты толық емдеп шыға алам деп айтпайды, ешқашан. Өзі бір белгілі бір біздің енді аса қауіпті, аса ауыр диагноздарымыз бар. Егер біреу соны мен емдеп шығады екен, шығарам, ақшасын берсең болды десе, ол сіздердің алдарыңызда тұрған ол аферист деп ойлау керек. Ондай адам жоқ. Бүкіл дүниесінің ғылымы, оны қазір ғалымын шығарып атқан емін білмей жатыр ғой. Сондықтан осы бір мәселеде ең бір моральдық жағынан қиын нәрсе бар да, мысалға өзі өлім аузында жатқан, бүгін болмаса ертең о дүниеге аттанғалы отырған адамның ақшасын жымқырып алып, соның арқасында күн көрудің өзі ол Алланың алдындағы ол күнә ғой. Енді оған есі дұрыс адам бармайды. Сондықтан сондай нәрсені қай мемлекетте болсын, тек қана біз емес, тіпті батыс елінің дамыған мемлекеттерінде кейбір нелерінде мен көремін, рекламаларында емдеймін. Соған оған бас бұру қажеті жоқ, мүлдем қажеті жоқ. Өйткені босқа ақшадан да айырылып, бәрінен де айырылып, бізге келіп кейін жылап санын ұрып жүргендер қаншама. Соны бір екіншіден көп адам батыс медицинасын қалай істейтінін білмейді. Негізінде оның диагностикасы бар, диагностика жағында келген анализ тапсыру деген сияқты. Олар ана емдегенде соны құнын көрсетеді да, мысалы 3.000-5.000 доллардың көлемінде. Ары қарата емдеу тәсілдеріне келген кезде, мысалы операциясы бар, химиотерапиясы бар.
ана емдеудің құны кейде 400-500 мың долларға евроға ауысып кетеді. Соны емдеп соған қойғаннан кейін ана чегін көрсеткеннен кейін талай біздің отандастарымыз осы Қазақстанда бүкіл дүние мүлкін сатып, соның нәтижесін көрмей ол дүниеге аттанып жатқандар қаншама. Соның бәрін қарап отырғанда ішің ашиды. Оның бәрі біздің медицинамыздың жамандығы емес, солардың тура емін, солардың беріп жатқан дәрісінің бәрін біз де береміз, тегін береміз. Соны ана елді түзу жолдан тайдырып жатқаның бәрі сол теріс реклама, сол фейк берілген, соны ақша табу деген сияқты. Сол бір сонан кейін көп адамдардың біздің түйсігіне қалыптасқан ақша берсең дұрыс емдейді деп, ақша берсең сапалы емдейді деп. Мен ылғи айтам, есі дұрыс хирург олайша мысалға ақша бергенді былай кесіп, ақша бермегенді былай кеспейді. Өзі әр білсеңіздер операцияның өзінің протоколы бар, тарихи бойы қалыптасқан. Одан ары бері өте алмайсың. Егер ары кетсең адам өліп қалуың мүмкін. Сондықтан әр операцияның басынан бастап жазылған, ол операцияның авторы бар, оны жасаған адам. Қай тамырды қалай кесу керек, қалай күйдіру керек, оның бәрі бізде жазылған. Оны үйренбейінше сен хирург бола алмайсың. Тұқтыңыз ба? Сондықтан сен оған ақша бердің не, бермедің не, ол бәрі сол тура сол протоколмен істеуге міндетті. Жалғыз айырмашылығы, ақша берсең мүмкін жымиып күлетін шығар, бермесең күлмейтін шығар. Сол ғана науқас жедел жәрдеммен түскеннен кейін ол соған міндетті бір түскеннен кейін операция жасаудың арасындағы өз бұйрық бойынша уақыты белгіленген. 3 сағат, 5 сағаттың ішінде істемесең сен не қылып отырсың деген, ол тек қана ертең тексеруші арнайы органдар емес, ол прокуратура мен қылмыстық біздің істердің органдардың солардың ғана жауапқа тартылады. Жаңа айттыңыз ғой, онкологияны жаңа түбегейлі жойып емдеп берем дегеннің өзі енді бір алаяқтықтың бір белгілері деп. Содан кейін осы онкологияға қатысты мысалы ракты, мен оңтүстіктемін, оңтүстік жақта жыланды қайнатып ішеді. Ол сол шынымен ба, әлде бұл да миф па? Жаңағы ракқа ол көмектесе ма, жыланның сорпасы? Мысалға қазіргі біздің дүниежүзілік классификация бар, аурулардың түрлері. Өзі 11 мыңдан астам диагнозы бар. Осыдан қателеспесем 2-3 жыл бұрын соған тағы бір ауру қосылды, Қытайдың нефропатиясы деген. Ол неге десеңіз, Қытай халқында негізінде жаңағы ресми медицина мен жаңағы халықтың медицинасы бірге жүреді, олар қатты дамыған. Оны білесіздер, олар сол медицинаның екі түрін бірдей дамытып келе жатқан халықтың бірі. Дұрыс, оған бәріне. Бірақ халықтың өзінің жаңа несінде дәстүрінде қалыптасып қалған сол жылан, бақа-шаяндарды ертіп, соны емдеп кезінде бір кезде сіздер естеріңізде бар ма жоқ, бізде сондай қаптап кеткен, банкілердің ішінде неше түрлі бақа дегендердің бәрі соны спиртке салып, осындай бәрін емдейді екен деп, оны біздің халықтың талай ішкен. Соның нәтижесінде ішінде түрлі жиналғаннан кейін міндетті түрде сол бүйрекке әсер етеді екен. Соны біраз уақыт ішкеннен кейін Қытай халқының арасында көптеген адамдар, енді цифрасы айта алмаймын, көптеген мыңдаған адамдар сол бүйректер істемей қалып, гемодиализға ауысып, соның өзде бір аурудың бір түріне ауысу дегеннің өзі сол масқара нәрсе ғой мысалға. Яғни сол жаңағы емдеу түрінің нәтижесі соған алып келеді. Қанша дегенмен ол дұрыс, жыланның уы бізде көптеген медициналық тәжірибеде кездеседі, оған арнайы дәрі жасайды, оны ешкім ете алмайды. Бірақ енді оны қайнатып жесе рактан емделіп кетеді деген, ол жаңағы мен айтқан сенімнің бір түрі, алдаудың бір түрі. Онымен қоса қазір түйенің зәрін ішсең емделіп кетеді екенсің деген бірдеңе нәрсе шығып жатыр екен. Күнге қарап отыр, оның бәрі мүлдем керісінше әсер беретін нәрсе. Егер өздеріңіздің туыстарыңыз, жақсы бауырларыңыз тезірек о дүниеге аттанып кетсін десеңіздер, оны ішіңізге ішкізіңіздер, ондай болмайды ондай ешқашан. Қазір Құдайға шүкір біздің таргеттік терапия деген қазір бізде қазір 20-ға шақты дәріні өкімет сатып алады 50 миллиардтан астам теңгеге. Бір дәрінің емдеудің құны 23 миллион теңге тұрады дәрі. Мысалға сүтпе обыры болсын, басқа да сол дәрігерлерге соншама өкімет ақша беріп жатыр. Дәл сол обырдың сол түріне арналған дәрі.
соны алып ішсеңіздер, мысалға жасыңыз ұзарып ана жаңа аурудың дамып келе жатқан ауру тоқтататын аурулар бар. Сондай дәрілер бар. Қазіргі біздің химиотерапия жасап жатқан сол тәсілдеріміз. Ол бір сонымен кейін қазіргі біз мына 2 онкологияны аштық. Мысалға орталық Астанадағы, Алматыдағы ол жердегі бар ана сәулемен емдейтін қондырғылар дүние жүзіндегі ең сапалы, ең алдыңғы қатарлы қондырғылардың бірі. Вариан деген бар. Енді адам демалғанда бірге демалатын, соның мидың тығылып тұрған кішкентай ісіктеріне жеткізіп сәулемен емдейтіндер бар. Ондайда мен мысалға үлкен Россияның өзінде бірен сараны кездесетін. Жалғыз біздің Қазақстанда соншама қазір түрін аппаратын алып қойып жатыр, оны мақтанып алып толтырып айтатын нәрсе. Соған неғұрлым ертерек барып соны емді қабылдаса, соғұрлым тез жазылып кетеді адам. Ол бір. Екіншіден, біздің қазіргі күнде дәрігерлерді алаңдатып отырған онкология жөніндегі бірақ проблема бар. Біз бүкіл анықталған аурулардың, науқастардың бізге кетіп 60-70% ғана бірінші, екінші стадияда келеді. Қалғанның бәрі үшінші, төртінші стадияда әбден ісі біріңдеп кеткен кез келеді, оған ештеңе көмектеспейді. Бізді алаңдатып тұрған сол. Сондықтан халықтың арасында көптеген осындай ағартушылық жұмыстарды істеп, соны дұрыстап түсіндірсек, бірдеңе сезілді ма, скрининг өттіңіздер, скринингтің бәрі тегін. Бірдеңе табылды ма, сол асқынбай тұрған кезде келіп алдымен біздің халқымыз емшіге барады, содан кейін сәулешіге барады, бүгін анау барады, бүйтіп барады да, әбден көмектескеннен кейін енді соң бізге келеді ғой. Сіздер керісінше жасаңыздаршы, алдымен бізге келіңдер, бәрі емді қабылдаңдар, содан кейін емшіге барыңдар. Жаңағы сын қайда барасыздар сол біз соны бері қарата бұра алмай жатырмыз ғой. Соның айтарым деген мен елге соны айтар едім, соны қолға алу керек. Одан қорқатын нәрсе жоқ. Онкология деген қазіргі заманда мысалға батыс мемлекеттерінде кәдімгі диагноздардың қатарында. Бізде онкология деген ол бір шығарған үкім сияқты, приговор сияқты. Онкология қойғаннан кейін адам міндетті түрде өледі, сөйтеді, бүйтеді, аурухана барсаң кесіп тастайды, сойып тастайды, пышаққа жатам деген әңгіме 20 ғасырда енді болған әңгіме, 19 ғасырда. Енді 21 ғасырдың 30 жыл өткеннен кейін сол әңгімеге қайтадан келіп отырғанымыз кейде ұяттау болады. Қазір ондай медицина жоқ, сондықтан сол бізге келіп дұрыс емделген дұрыс. Жаңа жыланнан да дәрі-дәрмек жасайды дедіңіз ғой, және бүкіл дәрілердің бәрі шөптен жасалынады. Бірақ бізде мынандай түсінік қалыптасқанда, дәрі-дәрмекті іше беруге болмайды, ол химия, у деген. Сонда шөптерде жоқ па? Шөпті шетінен іше берсек, ода у жоқ па? Жерде аптека деген ұғымның өзі, апотека деген сөз, қойма деген сөздің несі ғой. Склад, қоймаға негізінде шөптердің бәрін жинап алып кептіріп, кезінде содан қалған ұғым ғой. Кез келген осы күнде бар дәрілердің басым көпшілігі негізгі құрамында шөптен жасалған. Яғни алдымен шөптен шыққан жаңағы дәрілік заттың формуласын тапқаннан кейін, молекуласын, соны жасанды түрде жасалған нәрсе ғой. Енді ол фармацияның негізгі бағыты сол. Оны бірақ сондықтан мысалға дәрі жасалған ол химия, шөптікі былай деп айтқан қате. Өйткені істеп жатқан біздің дәрі-дәрмектеріміздің өзі сол негізгі құрамы сол шөптің бірдей. Бірақ оның ішінде терапевтиктік оның нелері бар, өзінің құрамында қаншама мөлшері көмектеседі, қаншасын көмектеспейді деген. Соны ғылыми түрде зерттеп, осыншама 2,5 грамм, 5 грамм деп шығарған сол, кейде салмаққа өлшеп, көптеген жылдарға тәжірибеден шыққан нәрсе ғой. Сондықтан дәрі соның бәрін сол шөптен барлық басқа да шөп сияқты басқа да заттардан табылған сол молекула, соның осында бір мөлшерде адамның денсаулығына зиянсыз, бірақ емдейтін эффекті бар деген зат қой. Дәрі дегеніміз сол. Ал шөптің ішінде де шөп болады, өзіңіз айтқандай. Баяғы күнделікті тұрмыста қолданып жүрген, шайға қосып ішетін деген сияқты, түймедақ деген бәрі аптекада міндетті арнайы сатылып жатқан шөптердің барлығы олар тексеруден өткізілген. Ол дұрыс. Бірақ соның ішінде өте улы шөптер бар. Емшілер кәдімгі ұсынады бізге. Мысалға, уғырғасын деген дәрі бар. Мысалға, иссік кульский корень дейді біз жақта.
содан енді білмеймін, енді жыл сайын жыл аралата міндетті түрде 4-5 осындай жағдай тіркеліп отырады. Соны ішіпті деп өте улы шөп, тамыр. Оны ішкеннен кейін мысалға көптеген адамдар тіл қатпай көз жұмып кеткендер көп. Өте сондай ішінде несі өте көп. Сол сияқты біздің бір шетінен әлгі өтке бір улы, ең бір сондай бір зиян заттарды, мысалға қорғасын сияқты жаңағы соны алып бір жерге жақсаң сол жазады деген бір теріс ұғым бар да. Ол да бірақ баяғы тарихи қалыптасып қалған заттардан қалғандар. Кезінде сифилисте де соменен деген сияқты. Содан біреудің миында қалып қалғанда соны әліңге дейін сол халықтың арасында тарап жүргендер бар ғой, бірақ өте зиян, оны өте байқау керек. Оны білмей, мысалға саңырауқұлақты алып, қазір жол жөнекей өткенде бір байқамай тоқтап қалсам, Көкшетаудың бер жағында, сонда банкіде бұл не саңырауқұлақ, мұхамор деген ең бір соның уы, тізеге жақсың, бұл улы емес па десем, енді деп мысалы сатып жатқандар, көп адамдар алып жатыр. Соны білмей ешқашан сондайға сондай қолдан өте зиянды, өте қауіпті. Оның зияны мысалға егер жас жігіт болып барлық 4 мүшең сау болса, ол керегі жоқ. Адам бір жері ауырғаннан кейін жасайды ғой. Өзі әлсіреген организмге әлгіні жаққаннан кейін оның әсері 10 есе көбейеді, жаңағы өзіңіз ауырып тұрған, әлеңсіп тұрған жүрегіңіз немесе бауырыңыз сол кезде тоқтап қалады, соны болды. Сондықтан бұл жерде тәуекел өте көп, оны байқап білу керек. Не де болса да әр міндетті түрде алдымен дәрігермен келісіп, дәрігерден кеңес алып, содан кейін шөпті де басқанды ішкен дұрыс. Енді қараңызшы, диагностикаға келсек, қазір жасанды интеллектпен де диагноз қойып жатыр, иә? МРТ бар, КТ бар. Бірақ деген олармен қатар тамыр ұстайтын адамдар да бірге трендтен түспей келе жатыр. Жалпы пульсты ол қандай ақпарат алуға болады? Пульстен жаңағы онкологиямсың ба, немесе бүйрегіңде тас бар ма, қант диабет, осындай ақпарат алуға бола ма? Өте қызық сұрақ. Негізінде бұл шығыс медицинасында қалыптасқан нәрсе. Оны түсіну өте қиын, өйткені біздің мысалы дәстүрлі біздің мысалға ресми медицина дейік, ресми медицинаның өзінің біздің бүкіл философиямызда, ғылымымызда бәрі бөлек олардан. Біз оларды түсінбейміз, қабылдамаймыз, олар бізді қабылдамайды. Бір екінші екі әлем. Олардың бүкіл емдеу, бүкіл философиясы бөлек, биоэнергетика, меридианы деген адамның үстінде энергия қалай жүреді, қандай нүктелерден өтеді, соның бәрін есептеп, олар мыңдаған жыл айналысып кеткен нәрсе ғой. Соны диагноз қою үшін олар пульсті жаңа өлшейді. Оның пульстіңде біз мысалға өзімізге ең күшті деген дәрігерлеріміз мысалға бір 10 шақты түрін. Бізде пульсті міндетті түрде тексереміз ғой, мынандай пульс болады, мынандай, оны бізде оқимыз. Бірақ бізді солардың 40 сондай түрлі нелерін сол ажырата алады ғой. Оның үйренеді. Бірақ олардың қоятын диагноздар бізге мүлдем ұқсамайды. Мүлдем бөлек. Олар сол энергетиканы қалыптастырамыз деп, инемен емдейді, соңғы массаж жасайды деген сияқты, соңғы түрлі заттар істеп, өздерінің тәсілдерімен емдейді. Бірақ мұндағы ең басты мәселе әлі дейін ешкім соған жауап бере алмайды. Қалай көмектесетінін ешкім білмейді. Иә, көмектеседі. Жаңағы мен айтқан сүйел сияқты. Бірақ қалай көмектесетінін ешкім білмейді. Оны тексеріп білудің өзі де қиын. Жаңағы иглотерапияны бүкіл елдің бәрі алып жатыр ғой, оның тыйым салынбаған, арнайы орны бар, дәлелі бар, көмектеседі. Бірақ ол нүктеде не жатыр, ол нүкте қай нүктеге тиіп жатыр деген сияқты нәрсені көп айтылмай, сондықтан олардың энергетикасы бұл жолмен кетеді да, біздің мысалға ресми медицинаның түйсігіне онша да кірмейді. Біздікі ғылыми дәлелі бар медицина. Яғни осындай ауру, оның себебі мынау, жаңағы мысалға бактерияның емі антибиотик, мысалға пенициллин, осыны ішсең, бактерия өледі, сен жазыласың. Мысалға бәленбай 1000 адамға бердік, 1000 адамның бәрі жазылды. Оның ғылыми дәлелі бар, біздің толық бәрі соның протокол жазылған, қалай соның бәрі. Бізде дәлелсіз затпен емдеуге бізде тыйым салынбаған, бізде қабылданбайды. Мысалы, тағы бір нәрсе айта кетейін, мысалға біздің кезімізде
біздің кезіміз дегенде сол өткен ғасырда ғой, соның аяғында да ортасында да мысалға халықтың арасында кеңінен тараған заттар болатын. Мысалға банкі қою деген, суық тиген кез арқаға банкі көкала қойдай болып бәрі жүретінде мақтанып, ой суық тиіп қапты, банкі қойып жатыр деп. Соның горчичник деген болған, жатқызады, ананы қаптап қойды, анау ашытады, күйдіреді, шыда бәрі суықтың бәрін сорғылатып. Сенім оның бәрі, ана алаңдату адамды, басқаны көңілін басқа жаққа аудару. Мысалға енді шыны керек біздің көптеген физиотерапиялық емдеу тәсілдерінің көбісі де сол психотерапияға негізделінген. Мысалға осы жерде тұрған кез келген затты ауырған жеріңізге қойып 30 минут қарап отырсаңыз ауырған азайған сияқты көрінеді. Сондай, ол алдау емес, ол да бір өзінің бір несі бар, соның үстіне мысалға соған тоқты қосып, жаңа магнитті қосып жетсе, ішінде шынымен қана қан жүруін етеді да, сол кезде жаңа ауырған жеріңіз, соққан жеріңіз кішкене соған сейіле бастайды. Соған негізделіп жасалған заттар. Сондықтан оның да қалай айтсақ та ар жағында көптеген біріншіден эксперимент, екіншіден талай науқастарда сол бір қолданылған емдеген түрлері біздің сол ғылыми жұмыстар арқылы дәленген заттар болмаса, бізде қазір емдеуге болмайды. Жаңа шөп туралы айтып кеттік, мысалы қазіргі кезде мысалға мен өзім сол шөпті жақсы біліп фитотерапиямен айналысатын. Бір осындай беткестір маман деген мамандар қалған жоқ шығар. Мысалы, біздің кезімізде болды, арнайы осындай оқуды бітіріп, сонымен айналысатын өзір орталықтар болды. Өкінішке орай қазіргі кезде тіпті соның бәрін оқып, тексеріп жүрген адамдарды көрмеймін. Өте бір ол шөптің түр-түрін білу өте қиын, оғымын түсу өте қиын. Ол шөп болғанда да гүлденер алдында, гүлденгеннен кейін қанша күн оны кептіру керек деген сияқты оның үлкен есін. Бір кезде соның кітаптар бізде лекция оқып еді, оның мысалы екі медицинаны сондай біріктіріп жүру үшін оны үлкен бір нелер керек, оқуды бітіру керек арнайы. Сонымен жаңа тамыр ұстап диагноз қойғанға сенуге бола ма, болмай ма? Міндетті түрде сену керек, бірақ ол емнің түрі емес, ол диагностика. Яғни сондай ақпарат ала алатын адамдар бар да? Мысалы, біздің өзіміз қазір пульс тексерген кезде адамның денесінде мысалға қызу бар ма жоқ па, екіншіден асқынған жері бар ма жоқ па, үшіншіден жүрегі қалай істеп жатыр, дұрыс істеп жатыр ма, қан қысымы қанша болып жатыр. Сол сияқты мысалы 10 шақты параметрлер бізде білеміз оны. Бірақ біздегі сол 10 шақты болса, оларды 40-50 деп жатырмын ғой, мәселе сонда. Енді түсіндім. Енді сүлікке келсек, хиджама, сүлік бар. Бұл бір әмбебап ем болып саналады ғой біздің Қазақстанда. Барлық аурудан. Мен өз басым енді ренжімейтін енді тыңдаушыларыңыз енді мынау бір қатты айтатын адам екен. Оның бір афера, оны тексеру болмайды, алаяқтылық. Неге мына адам, оның несі эффекті қандай? Басында айттым ғой, адам шокқа келтіреді деп. Көп адам қанды көре алмайды ғой. Біреу құлап қалады, адам басы айланады, мысалы, әйел адамдар. Сондықтан бір жерін қанды бұрқ еткізіп ақысаң, әрине оның адам ауырып тұрған жерін ұмытып қаласың. Сондықтан баяғыдан қалыптасып 20 ғасырдың бір 20-30 жылдарына дейін бүкіл Европа мен Азияда орын алған кровопускание деген емнің бір түрі болған. Қанның бір белгілі мөлшерін бастан немесе мойыннан 200-300 граммды шығарып жіберсең, қан қысымы азаяды, бүйтеді, сөйтеді деп, тіпті ауырмайтын нәрсе жоқ. Бәрі сонымен емделеді деп, міндетті түрде патшалардың өзін қан шығарып жүрген ғой. Оның негізгісі енді қан ағып жатқан кейін организмінде компенсаторлық нелерін қосады ғой. Білмейді ғой организм, ол адам жындылығынан қан ағызып жатқан. Ол өзі қыса бастайды, давлениесін түсіре бастайды, қан көп ағып кетпесін деп. Ана кесілген жерге нелерін береді, сол сияқты соның бәрі ем екен деп қабылданады да, соны пайдаланған нәрсе. Оның ешқандай емдік қасиеті де жоқ, оның керісінше оны қанды өйтіп ағыза берсең, бір күні соң қан сырайсың да кетесің де қаласың. Жаңа хиджама деп, кішкентай балалардың бетін тіліп атқан деген ол енді бір, біз енді 21 ғасырда ең болмаса 20 ғасырға ауысайықшы. Біз соның арқасында 19 ғасырға кетіп жатырмыз ғой. Мәселе бізде мені ұялтатын сол. Егер біліміміз жоқ, мысалға мемлекет болсақ, мектепте оқытпайтын мемлекет болсақ,
біліміміз саяз болсақ, иә сеніп соған баруға болар еді. Енді көз ашық халықпыз, оқимыз, бәрін білеміз, интернет толып жатыр. Соның өзінде де басымыз дейіп сол жерге барып, сол жерде балалардың бәрі қинағанын көрген кезде мен өз жаным ауырады, мен түсінбеймін оларды. Ана ата-ананы да түсінбеймін, жаңағы істеп жатқан адамды да түсінбеймін. Соны тыйым салдыру керек та, оған ешқашан жолатпау керек. Айналаңдар, бұл байғұс бала, ол өзінің денсаулығына өзі жауап бере алмайды ғой, өзінің өміріне жауап бере алмайды. Оны кішкентай кезден бастап оны қинағаннан енді оның құқығын орны бір қорғайтын адамдар керек қой. Егер әке-шешесі соған апарып оны сондай бір тәуекелге өмірін әкеп беріп жатса, арнайы бір органдар соны айналысып, біздің ресми медицинаға бір ем беру керек қой. Болмайды, ондай нәрсемен ойнауға болмайды. Мен мысалға өзім тікелей қарсымын. Енді жаңа қанды тазартуымыз керек, арамған шығаруымыз керек деген сенім ғой, ол сол бүйрек бауыр бар емес па деп ойлаймын да мен өзім организмде ол жаңа тазартумен айналысып жатқанын. Алла тағала жаратқан кезде адамның ішінде арамдық ештеңе қоспаған. Адамның арамдығы оның миында. Қалған біздің организміміздің өзі біздің өзімізге қарағанда едәуір ақылды. Жегеніміз, жегенімізді қорытады да, керек емесін шығарып тастайды. Сондықтан қанда арамдық болады деген ұғымның өзі ол дұрыс емес, теріс ұғым. Тіпті қанның өзі, мысалы, ол сол арам болады деген, арам емес деген өте қисық нәрсе ғой негізінде. Сондықтан ол бір екіншіден осының әңгімесін ары қарай жалғастырсақ, енді организм деген өзі адам жиналғаннан кейін керек нәрсесін өзіне қабылдап алады да, керексіз нәрсені шығарып тастайды ғой. Мысалға зәрмен, басқа затпен. Соны алып қайтадан ішу деген мен мысалға соны да түсінбеймін. Ол сенің ішіндегі жиналған нәрселердің бәрін шығарып жатқан кезде сен ол негізгі қандай көмегін күтіп жүрсің одан? Мысалы. Жоқ, соған да сенетіндер бар, уринотерапиямен емдесең, анау емделеді екен, мынау емделеді екен деп. Енді ол әр адамның өзінің үйінде істеп жүрген заты, бірақ енді оймен айналысу үшін енді кішкене осы да адам тереңірек біліп оқыған дұрыс сияқты ғой. Ол түсінген менің бір алаңдататын нәрсе, қазір мына интернетте осындаймен айналысатын, сондайды үйрететін адамдар көбейіп кетті. Елдің бәрі оқымысты болып кетті, елдің бәрі сүйіп жатыр, бүйтсең жазылады екен, сода ішсең анаумен жазылады екенсің, бәрі жазып жатыр, мен осындай болып деп. Оның бәрі сол жаңағы өзің айтқан маркетинг, бәрі алаяқтылық, бәрі соған айналасында өткен. Енді заман өте келе, кезінде біз Кашпировскийға да сендік, экранның алдында мыңдап отырдық, Чумак деген болды, соның жалғастары ғой. Менің айтайын дегенім жаңағы, мысалға, бір сандарыңыз сыздап, бір жеріңіз бөрткен шығып жатса, оны отыра беріңіздер. Бірақ егер күрделі науқастарыңыз, ауруларыңыз болса, егер одан сол тіпті сол ертең аурудан ары қарата кетіп қалатын жағдайда күрделі диагноз болса, онда еліктемеңіздер. Оның бәрін басқаларға беріңіздер де, бұл жерде нағыз дәлелі бар медицинаға барған дұрыс. Егер өмір сүргілеріңіз келсе. Сосын шлак тазалауда бізде қазір сондай бір кең таралған нәрсе. Организмде клизма, ол да соның жалғасы. Сол сериядан ба? Шлак деген нәрсені бар ма вообще сондай термин бар ма медицинада шлак деген? Ондай жоқ. Ол да соның ішіне жаңағы қатарына кіреді. Енді байқаңызшы, мысалға адам біз өзіміздің организмімізге көп құлақ салмаймыз ғой. Қазір үндемей бір 5 минут отырсаңыз, міндетті түрде бір жеріңіз пыс ете қалады, ішегіңіз құрып ете қалады. Организм істеп жатқан нәрсе ғой. Егер адамға, мысалға, мен сізге қазір сендіріп, қазір 5 минуттың ішінде мына жерің қазір шаншуы мүмкін десең, міндетті сол жер шаншиды. Шаншымаса да шаншыған сияқты болады. Сол адамды алдау деген содан шыққан. Мысалы, қазір мен клизма жасаймын, сенің осындай шлак шығады деп. Клизма жасаңыз, любой нәрсе шығады ғой енді, адам болғаннан кейін. Соны мен көрдің бе, әне деп. Онда сол алдағаның бар тұр. Қараңызшы, енді балалар белгілі бір жасқа дейін, ең жаңа туған бала кейде тынымсыз болады, түнде шырылдайды, жылайды, мазасынан. Сол кезде де дәрігерден бұрын бізде менің байқағаным, олар не істейді қазір, мысалы, жедел жәрдем шақырсаң келеді, кетеді дейді, дем салдыруға алып жүгіреді. Сол қауіпті бар ма осы жерде, мысалы, бала неге жылайды, ол
оған мән бермейміз де біз бірден көз тиді и дем салдырамыз. Тіл тиді дейміз. Тіл тиді, көз тиді. Ана бір кемпір келіп еді, көзі жаман еді, сұқтанып қарап еді, содан мен содан деді, барып аластап жіберіңдерші деп. Ана тұзды алып келіңдер. Әліңді деймін. Ол біздің тенгрианстводан, біздің тарихтан қалған зат. Жаңа шаманствоның бір түрі. Оны біз енді қанша деген айтсам да, дұрыс емес десем де, елдің бәрі оны істейді. Өзімізде, оның үй ішінде біздің аталарымызда біз сөйткен, біз де сөйтеміз оның бәрін. Енді байғұс кішкентай бала ол неткеннен жыламайды ғой, енді оның арқанда сар жағында себеп бар ғой. Бірақ баланың бір қасиеті, балалардың, жас нәрестелердің аурулары тез басылады. Мына негізінде мен хирург ретінде айтарым, бала, кішкентай баланың, олар алдамайды ғой. Олар алдай білмейді. Егер операциясын жасап, немесе дұрыс дәрі берсең, тез жазылып кетеді. Көздері жайнап берсең жүгіріп кетеді. Бірақ жүгіріп жүріп, егер мысалға асқынып кетсе, сылқ етіп құлайды да, соңын арқат кетіп қалуы мүмкін. Ұқтыңыз ба? Сондықтан педиатрлардың, мысалға біз хирургтар, дәрігерлер, кішкентай бала қатты ауырған кезде біз өте қорқамыз. Қорыққанда олардың нағыз денсаулығының күрделі диагнозын сол мөлшерін өлшеуі де қиын. Сондықтан педиатрлардың жұмысының ауырлығы сол. Сондықтан егер енді температурасы 37-38 болып немесе сөйтіп атқан заттар болса, оның бәрін істейді ғой. Су көпірет бетіне айтып өткен әңгіменің бәрін үйде жасаған ешқандай емші зияны жоқ. Бірақ егер қатты қызу көтеріліп, мысалы судорога болып жатырған нәрсе болып жатқан кезде, ол дәрігер білмейді, ештеңені ана кемпірге бар деп, жаңа айтқандай жол жөнекей тіл қатпай кетіп қалуы мүмкін. Жаңағы айтқанда қызылшаның кокорийдің өзінен ақ, көкіріштің өзінен ақ. Сондықтан мен өзім басым ылғи айтарым, кішкентай балаға жаңадан туған нәресте деген кезде ешқашан осындай соны ойыншық қылу болмай, ол негізінде қылмыс. Қараңыз, содан кейін жаңа туған, жаңа да сұрадым ғой, неге дейін аналар бар ғой, жаңа босанған әйелдер де енді көбіне бір өзгерістер болып жатады ғой, енді ол психикасына білмей әйтеуір жалпы организмінде. Сол кезде де жыңғырды деп емшіге ала жүгіреміз. Ол бір медициналық өзгерістер болатын сияқты жаңа, босанғаннан кейінгі депрессия. Босанғаннан кейінгі депрессия деген біздің диагноз бар. Бәрінде емес, бірден салан келіншектерде кездеседі әрине. Өте күрделі солады кейде. Депрессиядан шыға алмай кеткендер олар. Оны арнайы бізде соны емдейтін біздің бөлімдер бар. Отделение послеродовой депрессии деген бар, послеродовой реабилитация деген бар. Қазір оның емдеу түрі бізде кеңінен таралған. Оның емі де бар, арнайы дәрілер бар, өзінің жағдайын жасау керек. Оның қорқатын ешнәрсе жоқ. Бірақ бұл жерде біз қазір босанғаннан кейін 2-3 күннен шығарып жібереміз ғой. Кейбіреу үйге барғаннан кейін сол басталады да. Содан жын қосылды, жын тиді деген сияқты әңгіме содан шығып жатқан нәрсе ғой. Міндетті түрде емдеу керек. Оның ары қарата асқындырып жіберсе, ол қайтып қалпына келмей қалуы да мүмкін. Сондықтан әйел адамның баланы дүниеге алып келу деген сондай 9 ай алып келіп, үлкен бір ерлік қой негізінде қыз балаларға. Кейде соған қарап отырғанда таң қаласың да басыңды иесің. Енді сол босанып соншама өткеннен кейін, мысалы өзіміздің келіндеріміз, қыздарымыз аман болсын десек, сондай жағдай болған кезде міндетті түрде апарып жатқызып, енді емі де көп емес, 2 апта, 3 аптада жақсылап емдесе кетіп қалады ол. Ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ соған жеткізе алмайды кейде, сол үйінде ананы істеп, мынаны істеп жатқандар көп. Сондықтан ондай диагноз бар, ондай емдейтін дәрілері бар. Емдейтін мамандар да бар. Одан ешқандай қорқатын нәрсе жоқ. Соны барып ем алған дұрыс. Енді қазір психоемшілер де дамып жатыр. Оларда бар. Инстаграмда ашсаңыз, қымбат курстары, бәрібір олар ана психология мен энергетиканы ұштастырады да, и бүкіл ауруды жаңа психосоматикаға тіркейді. Блок денеңдегі энергияда жаңа бұғатталып тұр, блоктар тұр, соны медитация, түрлі нелермен тазалайды. Оған сенуге бола ма? Ол да негізді ма? Біздің медицинаның негізгі принципі зиян келтірмеу ғой. Мен солардың көбісін айтам, өзің сенесің болса айтып отырған әңгіме деп айтар, өзің білесің бе. Көбісі енді сол жаңа айтып отырмын ба, аферистер бар, шарлатандар бар. Енді шыны керек, сол кейбір сол емшілердің кейде
көріп қалсаң, көбісі біздің пациенттер есепте тұрған. Олар да бар, мен емшімін деп. Ондай нәрселердің бәрін ескеру керек. Сондықтан ол көзге көрінбейтін емді жасау өте оңай. Мен қазір энергетикалық сенің айналаңды түзатып беремін. Қазір талай адамдарды көргенмін, қамшысын алып, айғайлап, шулап, жетіп берсең адам отырғаннан кейін біраз қорқынышы бар, анасы бір шығады да, ой, сон тазарды. Энергетический поле деп айтады. Бірақ оны көзге көріп, оның нәтижесін білмегеннен кейін оның барлығы сол бағанағы басында айтылған самовнушение дейді. Адамды бір нәрсеге сендіру, сенімін арттыру. Соған бағыстаған нәрсе. Адам бірдеңеге сенгеннен кейін негізінде осы жерде бір айта кететін зат бар. Емді қабылдау үшін, ем көмектесу үшін адамға міндетті түрде сенім керек. Ол тек қана емші, тәуіптерге емес, дәрігерге де сенім керек. Егер сен сеніп, дәрігерге сенетін болсаң, оның берген суы да көмектеседі, берген кез келген дәрісі де көмектеседі. Ал егер сен өзің сенбесең, сол емнің нәтижесіне саған біздің мысалға ақшолақып та көмектеспейді, бүкіл дүниежүзінің Нобель сыйлығының лауреаттары да көмектеспейді. Сондықтан ең басты ем қабылдаудағы ең бірінші қадам сенім болу керек. Сол сенім болған кезде соларына тәуіп дегендердің бәрінің қызметтерінің қазіргі өріге домалап атқан тастарының, соның сенімнің арқасы. Олар мүмкін сендіре білетін шығар бізге қарағанда. Соны әр мамандықтың өзінің ішінде таланттар болады ғой, сол сияқты. Сондықтан меніңше өздеріңіз сенсеңіздер, бара беріңіздер, бірақ ертесі күні қап деп қалмаңыздар. Ең басты, мысалға сіздердің тыңдармандарыңызға айтып отыратын нәрсем, кімге барсаңыздар да бәрі аяғында бізге келесіздер. Сондықтан сіздер одан да алдымен бізден бастаңыздар, содан бізден кейін кімге барсаңыздар, оған барыңыздар. Енді осы қағиданы егер сақтап, осы қағидамен жүрсеңіздер өкініп қалмайсыздар. Бұл студиямызға келіп, уақыт бөлгеніңізге, оқырман үшін өте маңызды сұрақтарға жауап бергеніңізге рахмет. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Яғни мен енді түсінген сияқтымын да, неге біз емшіге сенеміз деп бастадым ғой. Яғни дәрігер сендіре алмайтын болып тұр ғой, біз дәрігерлерге сендіру қабілетін үйрену керек сияқты. Емші бар, себебі олар сендіре алады. Олар осы ақша алады ғой. Протоколмен қоса сол сендіру қабілетін игеру керек сияқты заманауи дәрігерге. Рахмет сізге көп.